Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен Баян. Бүгін біз 10 минутта печенье дайындайтын боламыз. Қажетті заттарды қазір описанияға жазып қалдырамын. Үй температурасына еріп тұрған сары майдың үстіне 2 қасық қант, 1 жұмыртқаны салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне жарты қасық пищевой сода қосамыз және ұнымызды електен араластырып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Осындай әдемі қамыр шығады. Оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Әртүрлі формаға келтірсеңіздер де болады. Мен өйстіп дөңгелек пішінді етіп істедім. 180 градуста қызып тұрған пешікте 10 минутта пісіріп алдым. Бұл печенье дәмді және тез дайындалады. Балдарыңыз бірден жеп қояды. Өте жақсы печенье. Егер менің каналым ұнап жатса, маған тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Баян. Назарларыңызға рахмет.